Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен оңай дайындалатын, ерекше екі тәсілмен жасалатын сосиски в тесте жасаймыз. Тамаша болып шығатын оңай рецепт. Видеоны соңына дейін қараңыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жарты шай қасық тұз саламыз, 2 ас қасық құм шекер саламыз, жұмыртқаның ақуызын қосамыз және де сұйық майды құямыз. Жылы суымызды құямыз, үстінен жылы сүт құямыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазулы тұр. Үстінен ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Осылай жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осылай дайын болды. Осы қамырымызды пищевой пленкамен бетін жауып, жақсылап бетін жылы сүлгімізбен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді осыны алып, кішкене ұн сеуіп, үлкен етіп жайып аламыз. Достар, менің арнамнан неше түрлі оңай сәтті шығатын рецептерді таба аласыздар. Сондықтан менің арнамды таппай қалмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Қасындағы қоңырауша белгісін де басып қойыңыз. Сол кезде менде жаңа видео шыққанын біліп отыратын боласыз. Жайып алған соң осылай ұзынша етіп жолақтарға кесіп шығамыз. Сосиски в тестенің жасалуының бірінші жолы осы алған жолақтарымызды сосискидің сыртына жақсылап орап аламыз. Қамырды қалыңдау етіп жайсаңыздар да әдемі көрінетін болады. Осылай біркелкі етіп, әдемі етіп орап шығамыз. Қамырымыз жетпей қалса, тағы да қамыр алып, жалғастырып орап кете беруге болады. Мінекей сосиски в тестеміз дайын болды. Тағы да бір көрсетейін. Осылай ұзынша жолақтарға кесіп алып, біркелкі етіп, бір-бірінің үстіне осылай орап шығатын боламыз. Осылай жасап аламыз. 5 данасын осындай түрмен жасадым. Қалған қамырымызды алып, енді қалған 5 бөлікті дайындап аламыз. Осылай дөңгелек етіп, барлық қамырымызды домалақтап алып, жаямыз. Осылай жайылған қамырымыздың бір бетін пышақтың көмегімен осындай ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Узорлар жасап, енді сосискиімізді алып, тек қана осылай ораймыз. Өте оңай түрі, әрі әдемі көрінеді. Дәл солай қалған қамырымызды да орап шығамыз. Менде 5 дана осындай түрі, 5 дана сыртына оралған түрін жасадым. 10 дана сосиски в тесте шықты. Қамырды аздан қолдансаңыздар, одан да көп шығаруға болады. Енді формамызға пергамент қағаз төсеп, орналастырып шығамыз. Бір-біріне жақын қоймай, алшақтатып орналастырып шығатын боламыз. Бұл піскен кезде ісінетін болады. Бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай орналастырып алып, бетін пищевой пленкамен жабамыз да 15-20 минутқа көтерілгенше жылы жерге осылай қалдырып қоямыз. Мінекей 15 минут өтті. Енді бетін ашып, жұмыртқаның сары уызын жақсылап араластырып алып, бетіне біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Сол кезде қызарып, біркелкі әдемі болып пісетін болады.
Сосиски в тестелеріміз өте әдемі, пышный болып көтерілген. Осы кезде пешімізді 180-200 градус аралығында қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Жұмыртқаның сары уызын жақсылап жағып болған соң бетіне әдемілік үшін мак немесе күнжіт сепсеңіз болады. Мен күнжіт қолдандым, өте әдемі болып шықты. Дайын болған сосиски в тестелерімізді пеште пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, әдемі сосиски в тесте дайын. Өте оңай жасалады. Дәмі де жоп-жұмсақ үлпілдек болып шығады. Ішін көрсетейін бөліп. Толығымен піскен, өте дәмді, балалардың сүйікті тағамы. Егер сіздің сосиски в тесте осындай томпақ болып шықса да уайымдамаңыз, іші толық піскен болады. Оны мен сіздерге видеодан осылай көрсеттім. Міндетті түрде жасап көріңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.